Саламатсыздар ма, құрметті азаматтар? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңға, сосын қылмыстық кодекстің сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар тақырыбына түсіндірме жүргізіп кетсек. Бірінші енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң туралы айтатын болсақ, 2015 жылы 11 қаңтарда қабылданып, жалпы осы 2016 жылы 1 қаңтарда заңды күшіне еніп қолданысқа енгізілді. Демек, 1998 жылы қабылданған сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заң осы 2015 жылы қараша айында заңды күшін жойды. Осы екі сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заң мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның арасында айырмашылықты айтып кетуіміз керекпіз. Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңда басты мақсат сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар бойынша жауаптылық, қылмыс жасаған адамдарды жауапқа тарту, жаза тағайындау, және де осы басым бағыт сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар уақытында анықтап, тергеп тексеру жүргізіп, жазасын тағайындау болатын. Ал енді қазіргі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның басты мақсаты ол сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстардың болдырмау, алдын алу, тыю, жою мақсаты. Демек, басты мақсат сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау. Демек, ол қылмыстық әрекеттің болатынын күтіп отырмай, оның алдын алып, қандай да бір превентивтік іс-шаралар жүргізіп отыру, қандай да бір оның алдын алу, болдырмау іс-шараларын жүргізіп отыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңымыз 27 баптан тұрады. Осы 2019 жылы 11 қаңтарда заңға өзгерістер енгізілді біраз. Сол заң өзгерістердің бірін айта кететін болсақ, айта кететін болсақ, 6 бапқа өзгеріс енгізілді. Және де 22 бапқа өзгеріс, 6 бапқа 22 бапқа өзгеріс енгізілген болатын. 6 баптағы өзгерістерде айта кету керек, бұл жерде осы 6 бапта енгізілген өзгерістер ендігіде осы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды күшіне енді. Сыбайлас жемқорлықпен сыбайлас жемқорлық бойынша әртүрлі бір тәуекелдері бар нормаларға сараптама жүргізу, әртүрлі нормаларға сараптама жүргізіп отыру. Демек, қандай бір заңдарда, заңнамаларда, заңның жобасында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау, алдын алу бойынша сараптама жүргізу. Қандай бір заңнама, демек, сараптамадан өткізіліп отыру керек. Бұл енді бұл жерде ғылыми сараптама болып саналады, олда әйтсе де басым бағыт сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау, тыю мақсатында. Тағы да бір енгізілген жаңалық ол өзгеріс, кешіріңіздер, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңға енгізілген өзгеріс 22 бапта. Ол жалпылай 22 бапта айта кету керек, осы жерде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, квазисекторлық субъектілерінің басшылары бағынышты қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады деп көрсетіліп отыр бұл жерде. Демек, мемлекеттік органның, кез келген мемлекеттік органның басшылары және де осы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары, қызметкерлері өзінің жаңағыдай қарамағында бағынышты қызметкерлерге тапсырма берген кезде, егер де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша іс-шаралар дәйекті орындалмаса, ол жаңағыдай қойылған міндетті талаптар орындамаған жағдайда, онда сол жаңағыдай ұйымның квазимемлекеттік сектор субъектінің, мемлекеттік органның басшылары да, қызметкерлері де бұл жерде тәртіптік жауапқа тартылады деп көрсетіледі. Әрине, бұл жерде мемлекеттік органның болмаса жаңағыдай квазимемлекеттік секторлар, субъектілер болатын болса, әрине жауапкершілік онда мемлекеттік қызмет туралы көрсетілгендей болады тәртіптік жауапкершілік. Ал егер де ол
мынау азаматтық қызметкерлер болатын болса, жеке коммерциялық ұйымның қызметкерлері, басшылары, қызметкерлері болатын болса, бола тұра жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдардың талаптарын орындамаған жағдайда, оған әрине еңбек кодексінің баптарында көрсетілгендей тәртіптік жауапкершілік көрсетілген. Осы жерде енді айта кету керек, қосымша осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте де өзі сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылықтар көрсетілген. Демек 676 баптан бастап 681 бап аралығында өзі 5 статья негізі. Сол осы жағдай осы құқық бұзушылықтарды әкімшілік сыбайлас жемқорлықпен жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтардың ішінде келешекте жаңағыдай өстіп жаңағыдай мемлекеттік органның қызметкері болсын, болмаса басшылар болсын, ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, болмаса жалпы коммерциялық ұйымның қызметкерлері, басшылары, қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның талаптарын орындамаған жағдайда, онда да жаңағыдай әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қосымша бап енгізіліп, оған да бір әкімшілік шаралар көрсетілсе, өте орайлы, өте дұрыс, орынды болады деп санаймын өзім.